Енді мен жалпы өз басым жасанды интеллектті жан-жақты қолданамын деп айта алмаймын қазіргі таңда. Себебі мына кейбір біліктіліктерді қалай болғанда да жасанды интеллект сондай бір 100% дәлдікпен сізге көрсетіп бере алмайды. Қалай болғанда да сіз ақпаратты тексересіз. Мысалы, белгілі бір модельді де тест жасап, сіз оған енгізгенде де ол қайтадан мысалы оны бір тексеріп шығуды қажет етеді. Өйткені бір шалыс басатын қадамдары болады оның. Және міндетті түрде сіз өзіңіздің запросыңызды үнемі жаңартып отырмасаңыз, ол тағы да шатасады. Сол жағынан алғанда, мысалы, біз нақты деректермен жұмыс жасайтындықтан, мен көбіне өзім ондай тәуекелге бара бермеймін. Бірақ мысалы, жалпы сабақ беру барысында мен ұсынатын белгілі бір тапсырмаларым болады. Яғни дейтасеттарды жасау, соның ішіндегі негізгі бір қажетті анализдің түрлерін көрсетіп бер деген секілді, мен тек қана тапсырманы құрастыру барысында ғана қолданады екенмін да, және оны қалай болғанда да бір тексеріп өтетін сондай әдетім бар. Жалпы толық 100% мен жасанды интеллектке сенемін деп айта алмаймын. Ал оқу процесінде мен өзім оны студенттермен бірлесіп қолданбайды екенмін.